Kurban. Керемет образ. Қыздату, я? Иә, Жақсы, өте керемет образ. Маған қатты ұнады. Менің қашан бағым жанады екен? Білмеймін. Қуанышымда тіпті сегіз қой сенің. Иә. Қыздатуға күйеу жігітіміз міне машинамен кетіп бара жатыр. Мына оның ұл жолдасы. Трендте жүрейік сенің ұл жолдасыңмен. Ұл жолдас трендте деп қояйық та, құрбым, е? Құрбым тіпті табағы жеп өліп жатыр. Берші маған. Ладно. Ойлашам басталып келеші, шама текші. Саттаған келім. Қошеметтеріңізді білдіртіп қойыңыздар асыл қызымызға. Әлгі саттаған келім боп, жалғыз тұрған жесір боп. Қанеке қызымыз ата-енемізге бір сәлем. Дүгідік. Қайын жұртымызға бір сәлем. Дүгідік. Бізде жеңгемізге бір сәлем. Дүгідік. Әпке сіңлімізге бір сәлем. Дүгідік. Ағанымызге бір сәлем. Дүгідік. Ағашыларға бір сәлем. Келіннің орамалын ұмытып кетіппіз бағана, кешіріңіздер. Қайын жұртымызға бір сәлем. Дүгідік. Ата-енеге бір сәлем. Дүгідік. Беті шарты, қыздың ең қалаулы сәті беті ашу. Енешкі әкеліңіз. Ал енемізге сөз берейік. Жақсы, маған да сөз кезі келіпті. Келіннің бетін ашайын. Ел жұрт, нағашы, туған туысқандар, қараңыздар. Келіннің бетін ашамын. Жеп алыңыздар. Келіннің бет ашары біткен соң тойға шығып билеп алыңыздар. Қызаттаған келін бол. Қызаттаған. Ой, қандай ялшақ келініміз. Өз сондай сүйкімді. Орамалды алайықта 1, 2, 3. Ағайын туысқандар биле. Ой, ағалы үңілдеріміз қандай керемет билейді. Қошемет! Ойбай, қыз ұзату келін. Өте жаман жайт, достар. Құрбым, тұр. Бұрын құрбым бетінен осылай ұрып тұрғызатын едік. Бұл ояу сияқты. Тұра ғой, құрбым, тұр. Не болды? Не дейсіз? Не? Құрбым керемет жаңалық. Мұна әже айтады. Мұна ата айтады. Мұна ата дәрігер аға. Дәрігер аға, рахмет сізге. Рахмет. Бұл дәрігер аға сізді екқабат деді. Қойыңызшы, бұл кішкентай бала емес пе? Бұл кішкентай бала емес, бұл дәрігер періште. Айтпайсыздар. Алғанеке керемет жаңалығымыз. Біздің келініміз Асужан тура той күні екқабат болды. Достар, енді тойды атап өтіп, орамалды лақтырайық. Бөтенкелер ұрып кетті ғой, не болып жатыр? Не болып жатыр? Жоқ, құрбым оян! Жоқ, құрбым оян! Біз мұның бетіне түкіріп оятушы едік. Тұр. Не болды? Білмеймін. Өзінен не болып қалды?
басымды қатты ұрып алған сияқтымын. Достар, тойда бүгін қатты жағымсыз жағдайлар да болды. Бүгін тойды аяқтаймыз, сау болыңыздар.